Сәлем достар, парақшаны жоғалтып алмау үшін тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Тағы да қызықты видеолар салатын боламын. Тәтті ботқа. Бір бар екен, бір жоқ екен. Кішкентай қалашықта екі әпше-сіңлілі қыздар жасаған екен. Есімдері Джин және Элла. Үлкені Джин ақылды, бірақ тәкаппар екен. Ол өзіні бәрінен ақылдымын деп есептейді, және ешкімді менсінбейді екен. Сіңлісі Элла бәріне бірдей мейірімді, ашық қол екен. Әпше-сіңлілер бір-бірінің жұмыстарына араласпайды екен. Екеуі екі түрлі әлемде жасайды. Олардың жағдайы өте нашар. Жейтін еш азықтары жоқ. Бір бөлек нан жесе, өздеріне бақытты сезінетін еді. Бір күні Элла терезеге қарап отырып, бірден іші аштықтан ауыра бастайды. Ол, қарным ашты, неше күннен бері дайынды тамақ жемедім. Кішкене серуендеп келсем, қарным ашқанын ұмытармын деп серуендеуге шығады. Серуендеуге орманға барыпты. Өзімен бірге кішкентай ыдыста су алыпты. Жүріп шаршап, демалу үшін бір жерде тоқтап, су ішпекші болыпты. Суды енді ішпек болып жатқанда, қарсы алдынан бір әйел пайда болыпты. Үстіне ескі киім киген, көрінісі қорқынышты болғандықтан, Элла оны көріп айқайлап жіберіпті. Әлгі әйел жөтелі қыздан аз ғана су сұрайды. 2 күннен бері су ішпедім. Элла әйелге жаны ашып, оған су береді. Міне ішіңіз, қалағаныңызша дейді. Рахмет, өте мейірімді екенсің. Жақсылығың үшін мен де сыйлық берейін, дейді. Сол кез қорқынышты әйел сұлу, жас сиқыршыға айналады. Элла таңданып қалады. Сиқыршы қыз, енді қалаған затыңды сұра, не болса да саған беремін, дейді. Элла, әпшесі екеуі қалай нашар жасап жатқанына, жейтін ештеңелері жоқ екенін айтады. Сиқыршы, түсіндім, қазір үйге барсаң, үстел үстінде тұрған ыдысты көресің. Ол сиқырлы, сен оған қарап, пісір қазаным пісір деп ән шырқауың керек. Сонда сен қалағандай тәтті ботқа пісіре бастайды. Сөйтіп әпшең екеуің аш қалмайсыңдар. Қарындарың тойған соң тоқта, қазаным тоқта дейсің. Сонда қазан тоқтайды. Элла қуанып үйіне асығады. Сонда сиқыршы, тоқта, бірдеңе айтайын. Ол ыдыс сендерді қалу үшін әрекет етулерің керек. Болмаса ол ыдыс жоғалып, кейін және аштықта өмір сүресіңдер, дейді. Элла рахмет айтып кете барады. Ас болсын, Элла, деп сиқыршы көзден ғайып болады. Элла үйге қайтып келеді. Келгенде ыдысты көреді. Әпшесі Джин Элладан бұл ыдысты сен алып келдің бе деп сұрайды. Я, мен әкелдім, дейді. Джин ыдыс емес, ішіне салатын азықтар алып келгеніңде жақсы болар еді, дейді. Элла, бұл ыдыс сиқырлы, ол өзі тамақ жасайды, енді аш қалмаймыз, дейді. Джин, бейшара сіңлім аштықтан миың істемей қалыпты, деп ойлайды. Элла, сенбей тұрсың ба? Міне қара, деп ыдысқа қарап ән шырқайды. Пісір қазаным пісір. Сол мезетте ыдыс бұрқырап қайнап шыға бастады. Джин өз көзіне сенбеді. Ботқаның иісі үй ішіне жайылып кетті. Әпше-сіңлілер өте қуанып кетті. Ботқаны жеп көрді. Ол өмірінде жеген ең тәтті ботқа болды. Сөйтіп олар күнде ботқа жеп, аштықтың не екенін ұмыта бастады. Бір күні Элла көшеге шықпақшы болды. Шығудан алдын қазандағы ботқаны тоқтату үшін керек сөздерді қалай еді деп ойланып кетеді. Джин, не болды? Неге маған олай қарадың, деп сұрады. Элла, саған айтуым керек сөз бар еді, бірақ ұмытып қалдым, деп шығып кетеді. Көшеге шыққанда айтатын сөз есіне түсіп кетеді. Қайтып келгенше аш қалмайды ғой, келген соң айтармын, деп кетіп қалады. Бірнеше сағат өткен соң Джиннің қарны ашып, ботқа жегісі келеді. Элла, жоқ, өзім айтайын, деп ыдыс жанына келеді. Шапалақ соғып ән шырқайды. Пісір қазаным пісір. Сол кезде ыдыстан ботқаның иісі шықты. Ол ботқа піскен соң бәрін жеп қойды. Бірнеше кеседен кейін ол тояды. Енді қазанды қалай тоқтатамын деп ойлай бастайды. Ол үшін не айту керек еді, дейді. Бірнеше сөз айтып көреді, бірақ ыдыс тоқтамайды. Джин жындана бастайды. Сәлден соң Элла үйге қайтады.
үйге келгенде есік астынан ботқа ағып жатқанын көреді. Ол терезе жанына барып ішке қарады. Көрсе, үйдің іші ботқаға толы екен. Үстел үстіне шығып алған Джин не істерін білмей тұр еді. Ол Элланы көріп қуанып, сиқырлы сөзді айтуын өтінеді. «Тоқта, қазан, тоқта» деп Элла ән шырқайды. Сол кезде ыдыс ботқа пісіруден тоқтайды. Элла сиқырлы сөзді айтпағаны үшін Джиннен кешірім сұрады. Джин, кінә өзімде, сиқырлы сөзді өзі сұрамаған үшін осылай болды, дейді. Элла ботқаларды не істейміз дегенде Джин, қаламызда нашар отбасылар бар, соларға таратып берейік, олар қуанып қалады, дейді. Элла барлық адамдарға ботқа беруге шақырады. Біздің үйге келіңдер, тәтті ботқадан таратамыз. Аштықтан қиналған адамдар әпше-сіңлілердің үйі алдына жиналады. Осылайша олар ботқаны аш адамдарға таратып береді. Оларға бәрі риза болып алғыс айтады. Ботқа таусылып үй босайды. Адамдардың жүзіндегі күлкіні көріп, Джин мен Элла өздеріне қуанышты сезінеді. Күнде адамдарға ботқа таратып беруге келіседі. Және күнде ыстық ботқаны бәріне бөлісіп шығатын болды. Бір күні оларға үстіне жыртық киген бір қайыршы келеді. Олар қыздарға ботқа пісіретін ыдысты беруін, үйінде әйелі мен балалары аш екенін, алыста тұратынын айтады. Әпшелі сіңлілер шалға жандар ашып ыдысты беріп жіберуге келіседі. Джин ыдысты шалға бермекші болғанда, шал сұлу сиқыршыға айналады. Сиқыршы, мен сендерден қуанып тұрмын. Мейірімді, басқаларды ойлап жақсылық жасадыңдар. Сол үшін бұл ыдыс сендерде қалады, дейді. Солай олар күнде барлығына ботқа таратып беретін болыпты.